Білекпен емес, біліммен күш сынасатын заманда болашағына үлкен қадам жасайтын жас түлекке алдымен мамандықты, содан соң сол кәсіптің қыр-сырын меңгеретін жоғары оқу орнын таңдау үлкен жауапкершілік. Сол үшін де біз Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетімен таныстырамыз. Добро пожаловать в Алматинский университет. Ғұмарбек Дәукеев атындағы Алматы энергетика және байланыс университетіне қош келдіңіздер. Университетіміздің қабырғасында қабылдау комиссиясының жұмысы басталды. Міне электронды кезек. Оны 4-ші курс студентіміз оқу ордамызға арнайы жасады. Ол арқылы құжат тапсырылады және барлық білім беру бағдарламалар бойынша кеңес ала алады. По всем программам обучения. Алматинский университет. Алматы энергетика және байланыс университеті 1975 жылы құрылды. Жоғарғы оқу орны ұлттық экономикамызға технологиялық және стратегиялық тұрғыда маңызы бар энергетика, телекоммуникация, ғарыш, құрал жасау, робототехника салалары бойынша инженерлік кадрларды даярлайтын еліміздің жетекші техникалық жоғарғы оқу орындарының бірі. Бізде үздіксіз оқу циклы бойынша, яғни колледж, бакалавриат, магистратура, докторантура оқытылады. Біліктілікті де арттырамыз. Сонымен қатар университетіміз өнеркәсіптік автоматтандыру бойынша Шнайдер Электрик пен жаңартылатын энергия көздері бойынша Орталық Азия өңіріндегі USAID құзыреттілік орталық болып саналады. Ал түлектеріміз Алматы энергетика және байланыс университетінің дипломымен қатар Cisco, Huawei, Siemens сертификаттау орталықтарынан кәсіби сертификаттарға ие бола алады. Размещенных непосредственно в университете. Біз энергия үнемдеу және сараптама, жаңартылған энергия көздері, киберқауіпсіздік, цифрландыру, смарт грейд, жасанды интеллект және тағы да басқа салаларда зерттеулер жүргіземіз. Наша команда занимается разработкой. Ұжымымыз Алматы энергетика және байланыс университетінің бірегей ақпараттық жүйесі Education порталын әзірлеумен айналысады. Ол студенттердің бүкіл оқу циклін қамтиды. Сондай-ақ 1 қыркүйектен бастап мобильді қосымша іске асады. Себебі студенттер гаджетке бағдарланған. Барлығы дерлік телефонды пайдаланады. Студенттің әр іс-әрекеті ұялы телефон арқылы жүргізіледі. Бұл оқу барысында және одан тыс уақытта кез келген ақпаратты тез алуға мүмкіндік береді. 2010 жылы студенттеріміз халықаралық Shell марафонына қатысып, электромобильді ойлап тапты. 2019 жылы Малайзия астанасы Куала-Лумпурға барып, электромобильдер бойынша жарысқа қатысты. Онда 200 команда ішінен біздікі үздік 30 команданың бірі атанды. Студенты нашего университета имеют возможность выбрать индивидуальную траекторию. Студенттеріміз қос диплом бағдарламасы бойынша жеке оқу бағдарламасын таңдай алады. Мәскеу энергетикалық институтында, Томск политехникалық университетінің МИФИ филиалында және Франциядағы Деларейн университетінде қатар оқи алады. Геоэнергетика бағдарламалары бойынша Германиядағы Анхальт қолданбалы ғылымдар университетімен байланысымыз бар. Аталған ынтымақтастыққа жаңа бағдарламамыз негізделді. Биыл студенттеріміз үшін жүйелік инженерия, басқаша айтқанда телекоммуникация, медиа технологиясы және жаңартылатын энергетика саласындағы индустрия 4.0 бағдарламасы жүзеге асырылады. Бұл кәсіби инженерлерді осы бағытта даярлауға арналған кешенді тәсіл. Будут владеть компетенциями этих направлений. Алматы энергетика және байланыс университеті түлектердің еңбек нарығында сұранысқа ие екендігін жұмысқа орналастырудың жоғарғы көрсеткіші куәландырады. Ол Атамекен ұлттық кәсіпкерлер палатасының деректері бойынша орта есеппен 83-95% құрайды. Сонымен қатар Work Environment байланыс параметрі бойынша Юмилтеран халықаралық рейтингіне сәйкес энергетика және ақпараттық технологиялар мамандығы бойынша жұмыс орындарымен ынтымақтасқан. Бұл көрсеткіш әлемнің үздік 25 жоғарғы оқу орындарының бірі екеніне дәлел. Сондай-ақ ол университет пен жұмыс берушілер арасындағы серіктестіктің нәтижесі. Наш университет является... Біздің университет Қазақстан бойынша кадр даярлайтын базалық жоғары оқу орны.
Теорияны меңгерген соң студенттер өндірістік тәжірибе уақытында турбиналар мен бұрандамаларды көзімен көріп, қолмен ұстап жұмыс істейді. Маман ретінде тәжірибе жинайды. Сонымен қатар біліктіліктерін арттырады. Нәтижесінде бұл салада әрі қарай жұмысын жалғастыратынын, не жалғастырмайтынын түсіне бастайды. Более подготовлены, и они могут осознать, будут они здесь работать или не будут. Я очень благодарен, во-первых, учителям нашим, которые... Маған сапалы білім берген оқытушыларыма алғысым шексіз. Сол білімім пайдама жарап жүр. TP Mining компаниясында 3,5 жыл бойы қызмет атқарып келем. Ол жерде бір S бағдарламасының бас әзірлеуші болып жұмыс істеймін. Оқу мен жұмыста қатар алып жүруіме университет үлкен мүмкіндік берді. Ал оны аяқтағаннан кейін қызметте өсе алам. Мұнда білім алудың өзі рахат. Айтарлықтай жетістікке қол жеткізгің келсе, Алматы энергетика және байланыс университетіне оқуға түсіңіз. Если ты хочешь достичь больших успехов, то поступай к нам в ОС. Бексұлтан, жастар орталығы туралы айтып берсеңіз, мұнда қандай іс-шаралар өтеді? Здесь проходит молодежный досуг. Тут у нас... Мұнда жастар бос уақыттарын өткізеді. Бұл жерде жазу студиясы, жаттығу залдары, сондай-ақ би сыныптары бар. Мысалы, би немесе пікірсайыс клубтар жаттығады, кейін үлкен сахнаға шығады. Бұл жер Алматы энергетика және байланыс университетінің белсенді жастарының орталығы. Студенттік шақ адам өмірінің қызықты кезеңдерінің бірі деген пікір бар. Келісесіз бе? Толығымен келісемін. Алматы энергетика және байланыс университетінде өзімді жан-жақты дамыта бастадым. Айналамдағылармен жақсы тіл табысып, университетіміздің атынан маңызы бар іс-шараларда сөз сөйледім. Привитие вкуса к здоровому образу жизни реализуется в нашем... Оқу ордамызда спорттық жарыстар өткізу арқылы студенттерді салауатты өмір салтына бейімдейміз. Университетімізде 2 студенттік футбол лигалары бар. Пандемия болмағанда 3-шісі де қалыптасар еді. Сондай-ақ біз үшін көкпар бойынша ұлттық жастар спорт лигасы жұмыс істейтіндігі үлкен мақтаныш. Көкпар ежелгі ойын, қазақ халқының керемет ұлттық ойыны. Бұл лиганы халықаралық деңгейде мойындады. Рухани әрі адамгершілігі мол, жан-жақты дамыған тұлға болуды тездету үшін оқуға, ғылыми шығармашылыққа, жатақханада тұруға, бос уақытты тиімді өткізуге қолайлы жағдай жасалады. Личности, обладающей глубокой духовностью и высокой нравственностью. Мен үшін студенттік өмір ол үздіксіз даму болып табады. Ал осы дамудың жолында біздің университетте көптеген мүмкіндіктер жасалған. Соның бірі 18 түрлі бағытта жұмыс жасайтын студенттік клубтар. Олар бізде көптеген мероприятиялар ұйымдастырады, яғни іс-шаралар. Олардың ішіне творчестволық кештер жатады, сонымен қатар қайырымдылық қорлары жатады, дөңгелек үстелдер деп айтып жатамыз, сонымен қатар дебаттық және де кулинарлық турнирлар ұйымдастырылып жатады біздің университетте. Біздің университетте КВН өте жақсы дамыған болатын, себебі олар тек қана премьер-лигада емес, жоғарғы лигада да өздерін жақсы көрсетіп жатыр. Алматинский университет энергетики и связи имеет библиотеку. Алматы энергетика және байланыс университетінің кітапханасында 600 мыңнан астам кітап бар. Студенттерімізді кез келген әдебиетпен қамтамасыз етеміз. Біздің ағылшын, қазақ және орыс тілдерінде кітаптарымыз бар. Сонымен қатар қазақ тіліндегі әдебиеттерді оқытушыларымыз жазады. Басқа жоғары оқу орындарында сатылады. Наш университет имеет 45-летнюю историю. Мы из поколения... Университетіміздің 40 жылдық тарихы бар. Біз ұрпақтан ұрпаққа сапалы зерттеу жұмыстарын жүргізуді және білім беруді тапсырамыз. Бастысы бәсекеге қабілетті және сұранысқа ие кадрларды шығара отырып, Қазақстанға пайдамызды тигізу. Востребовано способных кадров. Алматы энергетика және байланыс университетінде оқы, қуаттанып, байланыс орнатып, маңайыңа жылу сыйла. Энергетика, аэроғарыш және IT салаларында кадрлар даярлайтын үздік оқу орны Алматы энергетика және байланыс университеті. Болашақта сұранысқа ие маман атанғыңыз келсе, дұрыс таңдау жасаңыз.